Жалпы осы хадисті үйреніп, оны жаттаған адамның Алла алдындағы орны туралы бір айтылған деректер бар ма? Яғни артықшылығы қандай хадис жаттаудың? Жақсы. Жалпы хадис жаттаудың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Егер сендер менен бір нәрсе естісеңдер, баллигу анни валау ая дейді. Сендер менен бір нәрсе естісеңдер де, бір аят болса да жеткізіңдер оны дейді. Яғни деген сөз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін жаттап, оны жеткізу үлкен нәрсе амал негізінде. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың хадисін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям демейді. Астағфирулла ва ма янтиқу анил хауа дейді. Пайғамбарымыздың ойынан сөйлемейді дейді. Пайғамбарымыздың сөйлегенінің барлығы вахи. Демек, пайғамбарымыздың хадистерін жаттап, оны біреуге жеткізу үлкен амал иншалла. Және пайғамбарымыздың хадисін жаттау арқылы онымен берекеленесіз. Өйткені ілім немен берекеленеді деген кезде, не нәрсе оқылады, сонымен берекеленеді дейді. Неге хадис берекелі ілім? Өйткені хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқылады. Сол сияқты ақида неге берекелі ілім? Өйткені ақида Алла оқылады деген сияқты. Демек, әр ілімнің берекеленуі не оқылатыны қаралады екен да. Ол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін оқу арқылы пайғамбарымызға деген махаббатыңыз арта түссе, пайғамбарымыздың хадисіне амал ету дегенге махаббат артатын болса, онда иншалла және бұл керемет. Және айтамыз ғой, мухаддистер дейді, әсіресе хадис іліміне кіріскен ғалымдардың барлығы көбінесе тақуалыққа ләзім жүреді. Неге? Өйткені хадис сондай бір нәрсе екен, бұл муруәні нені талап етеді? Айбындылықты талап ететін ілім екен. Кезінде мухаддистердің сипаттарын алып қарасақ, мухаддистердің барлығы сол тақуалыққа, әдәлі дейді ғой, әділдікке егізделіп жүрген. Ал әділдік дегеніміз не деген кезде бұл мулазамат тақуа вал муруа дейді. Бұл тақуалық пен айбындылықты, еркектікті бірге ұстау дейді. Яғни сіз тақуа болу керек болады мухаддис болу үшін бір. Екінші тақуалықтан бөлек. Яғни еркекке, адамға жараспайтын қылық жасамау керек. Ол не? Ол бәлки мысалға қатты күлмеу, дұрыс па? Немесе қатты көңіл көтермеу секілді бос нәрсемен айналыспау, өте ауыр нәрсе. Демек, мухаддистердің мухаддис болуы оңай емес та негізінде.